Қайырлы күн, мен Райгүл Көсемқызы. Мектеп тынысында басты жаңалықтар. Бүгінгі хабарымызда мектеп өміріндегі маңызды оқиғалар мен жетістіктерді назарларыңызға ұсынамыз. Қысқаша аңдатпаға назар аударалық. Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектеп Отпан жобасында. Білім берудегі өзгерістер және сапамен серіктестік. Мектебім, мейірім, мекенім атты алғашқы қоңырау салтанаты. Мектебіміз былтырғы оқу жылында Маңғыстау облысы бойынша тірек мектептер желісі аясында Отпан жобасына енді. Отпан жобасы бойынша мектебімізде жаратылыстану бағыты бойынша 15 кабинет материалдық техникалық базасы жаңартылып, жаңадан жабдықталды. Физика, химия, биология кабинеттері, ұлдар шеберханасы, қыздар шеберханасы, STEM кабинеті, робототехника кабинеті жабдықталды, информатика кабинеттері жабдықталды. Қазіргі таңда мектеп педагогтері біліктілік арттыру курстарынан толықтай өтті. Жаңа оқу жылында мұғалімдерге шығармашылықпен жұмыс жасауға, білім алушыларға жақсы білім алуға барлық жағдай жасалған. Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектеп Отпан жобасымен өркендеуге бет алған білім ордасы. Жаңа 2025-2026 оқу жылы еліміздің білім саласында жаңғыру мен жаңалықтар кезеңі ретінде ерекшеленуде. Әсіресе ұлы жазушы әрі қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлының атындағы мектеп үшін бұл оқу жылы ерекше мәнге ие. Өткен оқу жылында аталмыш мектеп еліміздегі беделді Отпан жобасына енді. Отпан жобасына кіру мектептің дамуындағы маңызды серпін болып, келешек ұрпақтың рухани және мәдени тәрбиесін нығайтуға тың үлес қосады. Бұл жоба аясында ұстаздардың жауапкершілігі жаңа деңгейге көтеріліп, білім беру сапасын арттыру бағытында ауқымды жұмыстар атқарылуда. 2025-2026 оқу жылына дайындықты жетілдіру мақсатында Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектеп білім беру инфрақұрылымын заман талабына сай жаңғыртты. Инсиос компаниясының демеушілігімен оқу кабинеттері жаңартылып, заманауи цифрлық құралдармен толықтырылды. Сонымен қатар, ұстаздар кәсіби біліктілігін арттыруға бағытталған әдістемелік жұмыстарға ерекше көңіл бөлуде. Биылғы оқу жылы жағымды жаңалықтармен басталды. Тамыз айының 28-ші жұлдызында Әбіш Кекілбайұлы атындағы жалпы білім беретін мектепте жоспарлы өткізілетін педагогикалық кеңеске облыстық сапаны қамтамасыз ететін департамент өкілінің қатысуымен ерекшеленді. Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыруда бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету 2025-2026 оқу жылына педагогикалық ұжым қызметінің негізгі міндеттерін анықтау мақсатында ұйымдастырылған жиынға Маңғыстау облысындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттің білім беруді лицензиялау бөлімінің маманы Такенова Кіная Атабайқызы мен Маңғыстау аудандық оқу әдістемелік орталығының қоғамдық пәндер әдіскері Шүгірова Айткүл Оңғалиқызы қатысып, өз пікірлерін, ұсыныстарын айтып, ұжымды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, Республикалық тамыз кеңесінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөйлеген сөзін мектеп ұжымына таныстырды. Жаңа оқу жылының басталуымен бірге мектебімізде дәстүрлі мектебі мейірім мекенім алғашқы қоңырау салтанаты өтті. Бұл маңызды шара оқушылар мен педагогтердің мерекелік көңіл күйімен жаңа білім жолына деген ынтасымен өтті. Салтанатты шарада мектеп директоры Әбдікерова Рыскүл Айладырқызы мен арнайы шақырылған қонақтар, ауыл әкімі Жәнібекұлы Қуаныш құттықтау сөз сөйлеп, жаңа оқу жылындағы табысты бастамаларға тілек білдірді. Жас оқушылар мектеп қабырғасында алғаш рет қадам басып, алғашқы қоңырауды соққан сәт ерекше есте қалды. Мектеп ұжымы мен оқушылар қауымы аталған іс-шараны жоғары деңгейде ұйымдастырып, бірлік пен достықтың үлгісін көрсетті. Биылғы оқу жылы барлық білім алушылар үшін табысты, шығармашылыққа толы болсын деген тілектер айтылды. Алғашқы білім күнінен кейін мектебімізде бірыңғай «Менің отаным Қазақстан» атты сынып сағаттар өтті. Мақсаты Қазақстан туралы терең мағлұмат беру, оның тарихы, табиғаты, мәдениеті мен жетістіктері жайлы білімдерін кеңейту. Мектеп тынысымен бірге болыңыздар. Келесі жұмада жүздескенше.